Саламатсыздар ма, құрметті бірінші курс студенттері? Менің бүгінгі тақырыбым оқу үрдісін қолдауға бағытталған кітапханалық ақпараттық ресурстар. Жалпы университет кітапханасы өзінің алдына қойған миссиясы бар және өзінің мақсаттары бар. Негізі ғылыми және білім беру ақпаратының әртүрлі көздеріне кең қол жеткізу негізінде пайдаланушылардың қажеттілігін қанағаттандыру арқылы университетіміздің білім беру, зерттеу және қоғамдық бағдарламаларына ықпал ету. Университет кітапханасының қызметін жаңғырту есебінен олардың үдемелі өсуіне кепілдік бере отырып, тұрақты даму үшін жағдай жасау. Кітапхана негізі 24/7 форматындағы заманауи ақпарат, білім және ғылым орталығы және бір терезе режимінде қызмет ұсынады өзінің пайдаланушыларына. Жалпы университет кітапханасының статистикасына жүгінетін болсақ, бүгінгі күнге 1.285.000-нан аса дәстүрлі түрде кітап қоры бар. Бүгінгі күнге оқырмандар саны 15.884-ті құрайды. Бұл сіздерді бірінші курс студенттерін есепке қоспағанда және де соңғы биылғы бітіріп шыққан студенттерді біз негізгі базадан статистикалық көрсеткіштен әлі алып біткен жоқпыз. Жалпы биылғы түскен 4.000-нан аса студенттерге кітапхана қоры өзінің 18 кітап беру пункттерінде қызмет көрсетеді. Биылғы жылға жаңа әдебиеттер түсімінің көрсеткішіне келер болсақ, 5205 дана, ол бүгінгі күнге. Және де осы қыркүйек айының аяғына дейін кітаптар түсімі ары қарай өсе береді. Жалпы кітап беру саны алдыңғы оқу жылында 1 миллионнан асты. Сіздердің назарларыңызға университет 8 лицензиялық деректер қорына жазылған, меншікті электронды ресурстар қоры бар 36.000-нан аса, және де 500.000-ға жуық библиографиялық жазбалар көлемі. Ол библиографиялық жазбалар көлемі күнделікті өсіп жатыр, ол кітапхананың қорына түскен ресурстарға байланысты. Жалпы қолжетімді толық мәтінді электронды ресурстардың сандық көрсеткіші 313.931-ді көрсетіп отыр. Ол ұлттық лицензия бойынша берілген Elsevier базасы, оның Scopus және Science Direct базалары, Clarivate Analytics компаниясының Web of Science базасы, IPR Media, заң базасы, университет онлайн кітапханасы, республикалық жоғары оқу орындар аралық электронды кітапханасы және параграф базалары. Жалпы кітапхана өзінің 7 оқу кампусында 22 кітап беру пункттерінде сіздерге, ол 4 абонементпен 18 оқу залдарында қызмет көрсетеді. Кітапхананың жалпы форматы Open Space. Ол ашық мүмкіндік беру деген мағынаны білдіреді. Кітапхана құрылымында оқуды ілгерілету және тұлғаны дамыту үшін коворкинг зоны, креатив зоны, интернет аймақтары және де әртүрлі жұмыс топтарына арналған бөлмелер жасақталған. Сіздерге ыңғайлы болу үшін кітапхананың lib.dulati.kz сайтында Google арқылы схема берілген, кітапхананы қай жерден қалай тауып алуға мүмкіндік береді. Ол жерде мекен жайы және қай корпус, қай кешен екені көрсетіліп тұр. Жалпы бірінші курс студенттерін тіркеу ол ережеге сәйкес жүргізіледі, офлайн және онлайн форматында орындауға болады. Кітапханалық ақпараттық орталықтың офлайн форматта жазылу үшін жеке басты куәландыратын құжатыңыз өзіңізбен бірге болу керек. Оқырман ретінде тіркеп, студент кітапхананың электрондық ресурстары мен жеке кабинетінің қызметтеріне қол жеткізе алады. Оқырманға логин және парольдері беріледі, электронды почтасы дұрыс көрсетілу керек. Ол алдарыңыздағы көрсетілген кітапхананың ресми сайтында көрсетілген онлайн қызмет көрсету парақшасында. Онлайн қызмет көрсету айдарында көрсетілген кестені толтыруға міндеттісіздер. Ол жерде аты жөніңіз, тегіңіз және электронды почтаңыз. Сол электронды почтаңызға барлық ақпараттар жіберіледі. Жалпы университет кітапханасы бүгінгі күнге кітапханалық ақпараттық жүйесі Мегапро, ол бүгінгі күнге жаңартылып, жаңа жүйеге көшу жүріп жатыр. Ол қызметі сіздер осы қыркүйек аяғында қолжетімді болады сіздерге. Қазіргі күнге электронды кітапхана, каталогизация, жаңа кітап, тіркеу деген бірталай модульдер мүмкіндік беріліп отыр модульдерге. Егерде кітапхананың электронды каталогына жүгінетін болсақ, сіздер
үйден және осы университеттің ішінен барлық кітапхананың ресурстарына қолжетімділік берілген. Ол жерде, мысалы, электронды каталогты ашатын болсаңыз, іздеу жүйесі берілген, ол автор бойынша, болмаса тағы да басқа 15-тен аса көрсеткіштер бар. Ол кітаптың аталымы, болмаса шифры, сигласы, қай жерде тұрғандығы, жылына қарай, тіліне қарай деген сияқты ары қарай кете береді. Жалпы электронды каталогта ретро кітап, электронды кітапхана, авторефераттар мен диссертациялар және тағы да басқа электронды модульдер берілген. Ол мерзімді басылымдарға жазылу, ол кітапхананың иемденген электронды болмаса өзінің құрастырған электронды кітапханасына жүгінуге болады. Егер де сіз оқырман ретінде жаңағы біздің 3 абонементте тіркелген болсаңыз, сол жерде сізге берілген логин пароль арқылы үйде толық мәтінге қол жеткізуіңізге мүмкіндік берілген. Жалпы біздің осы Тараз қаласындағы 3 абонементіміз және Қаратау қаласындағы 4-ші абонементіміз бар. Университеттің қай кешенінде барсаңыз да 3 абонемент 3 кешенде орналасқан, сол жерден тіркеле бересіз. Өзіңізге ыңғайлы, үйіңізге болмаса оқитын корпусыңызға ыңғайлы жерден кітапханаға келе беруіңізге болады. Ары қарай егерде кітапханадағы дәстүрлі түрдегі кітап сізге алып кетуге мүмкіндік болмай, немесе кітапхананың қорында соңғы данасы қалған күнде сіз оны кітапханаға тапсырыс беріп, QR қойғызып, электронды түрде жүктеп алуыңызға мүмкіндік бар. Жалпы электронды каталог арқылы, болмаса электронды кітапхана арқылы және кітапхананың сайты lip.dulati.kz-ге жүгінсеңіз, ол жерде барлық қызметтің түрлері көрсетілген. Ол жерде жаңа ақпараттар, жалпы кітапханаға келіп түскен кітаптар туралы, кітапхананың өткізетін іс-шаралары туралы толық ақпаратты кітапхана жаңалықтары деген RSS жүйесіне жазылсаңыз, сіздің почтаңызға келіп түсіп тұрады. Сондықтан өзіңізге жеңіл, ыңғайлы жағын қарау үшін ең кемінде бір рет кітапханаға келіп, барлық ақпаратты түсініп, қосымша тіркеліп, керек әдебиеттеріңізді қорға кіріп, таңдап алуларыңызға мүмкіндік жағдай жасалған.